Учаскелік дәрігер болып жұмыс істегелі бері бірнеше күн шақыртуларға бойы үйреніп кеткен Жәмила келген үйінің есігін ашық тұрған, еш таңырқаған жоқ. Мұндай жай бұрын да талай рет болған. Табалдырықтан аттаған соң есік алдына сәл бөгеліп жөтіңкіреді де, дәрігер шақырттыңыздар ма деп дауыстап. Оң жақтағы бөлмеден әлдекімнің ыңырсығанын естігендей болды. Аяқ киімін шеше салып, солай қарай ұмтылған Жәмиланың көзі диванда бүк түсіп жатқан ер адамға түсті. Мұның не болды? Қай жеріңіз ауырып тұр деп бастырмалата қойған сұрақтарын естігенін білдірткендей ыңырағанын болмаса, оның сөйлеуге шамасы келмеді. Дереу тонометрін шығарып жатып, қап, медбикеге тезірек кел демегенімді қарашы, мына кісіні жалғыз өзім орнынан да қозғай алмаймын ғой деп ойлаған Жәмила оның тоқыма күртешесін жеңін қайырып, қан қысымын өлшей бастады. Қан қысымы бұл жас шамасындағы адамдар үшін аса қатты көтерілмеген сияқты. Сонда бұл кісінің бедеулеткен қандай ауру болғаны? Бөлмеде әлдебір жағымсыз иіс байқалған соң, айналасына барлай көз тастаған төсектің астынан кір жуатын шылапшының жиегі көрініп тұр екен. Қолқаға тиген иіс те сол жақтан шығатын сияқты. Түсінікті болды. Әлденеден улаған ғой. Жәмила жағдайды дереу өз учаскесінде кезекшіге хабарлап, одан жедел жәрдем станциясына телефон шалып, бригада шақыртты да өзі жан ұшыра жүгіріп марганцовка ертіндісін дайындап әкелді. Енді науқасқа бұл ертінді ішкізу керек. Бірақ қайтып, оның ертіндісін ішпек түгілі басын көтеруге шамасы жоқ екені өзі де көрініп тұр. Сәл шыданшы деді амалы құрып жалынышты үнмен. Қазір жедел жәрдем келеді. Сол кезде ухлеп-ахлеп 5-ші қабатта әзер көтерілген медбике үй ішіндегі жанталасты көріп, есі шығып кетті. Екеулеп жүріп науқасты отырғызып, аузына ыдысты тосып, ішіңіз деп қосарлана айқайлап жүріп, әйтеуір бірнеше рет жұтқызды. Сәл демін алдырып, ыдысты тағы аузына тақады. Тағы кішкене ішіңіз, тым болмаса 2-3 рет ұрттаңызшы. Науқас тап қазіргі кезде мына шықырықтап жүрген екі әйелден жақын жанашыры жоғын әлде бір түйсігімен сезінді ме? Осылардың ыңғайына көніп, аузын ашай бергенде лоқсып алғашқы ішкен суы кері ақтарылды. Ішіндегі ащы запыраннан біршама арылып, бойы сәл жеңілдеген науқас өз жағдайына мәз еместігінің өмірі қыл үстінде тұрған түсінген болуы керек. Қасына шарпыр болып жүрген дәрігер құтқара көр дегендей жалбарына қарады. Қол аяғы балғадай зіңгіттей жігіттің мынандай қауқарсыз, дәрменсіз күйіне Жәмиланы жаны ашып кетті. Байғұс сәл кешкенімізде өліп қалады екен, Құдай сақтады әйтеуір деп іштей шүкіршілік етті. Есін жиған соң бұның айтқандарының бәрін істей бастаған науқастың асқазанын тағы да шайғызып жатқанда апыр-топыр етіп жедел жәрдем бригадасы да келді. Арада біраз уақыт өтіп, Жәмила бұл оқиғаны ұмытып та кеткенде қалалық денсаулық сақтау департаментінен бұлардың емханасына алғыс хат келіп түсті. Шағын ұжым қуанып мәре-сәре болды да қалды. Жұмыс аяғында бөлім меңгерушісі арнайы жиналыс ашып, хатты оқып беріп, оған негіз болған өткенде Жәмила жедел көмек көрсеткен адамның қалалық департаментке хабарласуы екенін айтқанда, өздерінің мазасыз, ақысы да төмен еңбектерін ешкім бағаламайды деп ойлайтын дәрігерлер мен медбикелер қуанысып дабдырласып қалды. Оның қағазын тамақ қып жейсің бе? Одан да ақшалай көмектессе етті деп күңкілдеген шетте тұрған орта жастағы медбике. Басқа кезде болса бұл сөзді іліп алып кетушілер табылар еді. Бірақ бүгінде еңбектері еленудің бір нышаны байқалған сәтте көпшіліктің көңілінде қуаныш басым болатын. Сондықтан алғыстың материалдық жағы туралы әңгімені ешкім қолдай қойған жоқ. У-шу болып, алғыс қағазды әрқайсысы ұстап көріп, Жәмиланы шын ықыластарымен құттықтаған әріптестері жұмыстарының керектігіне
сенімдерін артып шығып, үйлеріне өздері алғыс алғандай болып тарады. Жәмила да кабинеттен қуанып шықты. Осыдан келгелі ресми түрде естіген бірінші алғыс еді бұл. Әйтпесе, мұндай алғыс хаттар, дипломдар мен сертификаттардың қаншамасы бар, бірақ оның бәрі өткен өмірінің жетістіктері. Облыс жабылып, ауруханада күрт қысқартулар басталғанда, жалғыз адамның жұмыс табуы да, орналасуы да жеңілірек қой, деп балалы шағалы әріптестердің орнына өзін тізімге енгізіп, неше жыл қызмет еткенін қалада кетуге мәжбүр болған. Өзім білім алған Қарағандыға барсам бекен, әлде облыс орталығы Қостанайға кетсем бе деп ойланып жүргенде, анасындай араласатын көрші апаның «Шырағым, ел ауған жаққа құттап ауады» деген, «Сен де болса жаңа Астана Ақмолаға барсаншы» деген бір ауыз сөзі себепші болып, бірер күнде жиналып, осында тартып кеткен. Жұмысқа тұру үшін бірнеше дәрігерлік мекемені аралап жүріп, осы емханаға тоқтауды жөн көрді. Себебі 10 жылдық тәжірибесі бар кардиолог дәрігердің түйіндемесін қарап отырып, емхана басшысы әзірше учаскелік дәрігер болып кіре тұрыңыз, кардиологымыз зейнеткерлікке шығуға дайындалып жүр дегенді. Бұл сөздер жалпы терапияның жақсы білетін болса да, кардиолог ретінде өз өнерінде жақсы танылған дәрігердің сол салада қызмет етуі қалаған көңілінің қалауын дөп басты. Әрі бұл емхананың жатақханасы да бар екен. Жоғарғы білімді тәжірибелі маман ретінде шағындау бір бөлме бере алатындарын естігенде, бас дәрігердің ұсынысын бірден келіскен. Содан бері біршама уақыт өтті. Бейтаныс қала етене жақын араласатын дос, жолдаста жоқтың қасы болған соң, бұрында бұйығы мінезі бұл тіпті тұйықталып бара жатқандай, кейде іште торығып, бір-бірінен айырмашылық жоқ күндердің қашып кеткісі де келетін. Бүгінгі оқиға сондай сүренсіз тірлігінен сәл де болса сәуле шашқандай. Аяқ асты өткен жиынды әріптестерінің құттықтауларын көз алдына елестетіп, күлімсіреп қояды. Автобустан түсіп, өзі тұратын жатақханаға әдетінше үйдің арасымен келе жатты. Жұмыс аяғы болған соң, әрі-бері жүргізушілер де көбейген шақ. Бәрі де өзі сияқты асығулы, көңіліндегі қуанышты ерте түскен қыстың ызғары ауасын, ойдым-ойдым жолдың ыңғайсыздығын сездірмей, тіпті бұрынғыдай аулалардың ықпыл-жықпыл қуыстарында қорықпай ақырын ыңылдап келе жатыр. Жатақхананың сыртқы есігінің алдында гүл ұстаған ер кісі тұр екен. Өте беріп көз қырын салып еді, оның күлімсірей бері қарай ұмсынғанын байқап сәл кідірді. Өзіне сұраулы жүзбен қараған Жәмилаға жақындай беріп, бейтаныс кісі, танымадыңыз ба деп тіл қатты. Жәмиланың танымағаны рас, бірақ бір жерден көрген сияқты. Бейтаныс кісі қысыла күлімсіреп, мені құтқарып қалып едіңіз ғой, осыдан бір ай бұрын, есіңізде ме деді. Иә, енді есіме түсті. Медбике екеуі асқазанын жуғызып жедел жәрдемге салып жіберетін кісі ғой. Ой, сәлеметсіз бе, қалайсыз? Жәмила қуана амандасты. Бейтаныс кісі қолындағы гүлін ұсынды. Мынау сізге? Маған несіне әуре болдыңыз? Әуре болғаным жоқ, қайта сізге келіп рахмет айтудың реті болмай, ұятты болып жүредім, бүгін сәті түсті. Ешқандай да ұят емес, жұмысым ғой. Дегенмен сол күні сіз көмек көрсетпегенде аяғы жаман болады екен. Бірге болған әріптесіміз солай. Не дейсіз? Ой, Аллай, сізді періштен сақтаған екен. Сол періште сіз болдыңыз ғой деймін. Жәмиланы тұла бойы түршігіп кетті. Сосын өзіне ризашылығын білдіргелі келген кісінің есік алдында қайтаруға ұялып қысыла тіл қатты. Үйге кіріп шай ішіңіз.
Қонақ Ақмолаға Алматыдан қоныс аударған мемлекеттік қызметші екен. Алғашқы болып біз көшіп келдік деп мақтаныш сезіммен айтты. Жәмила тоңазытқышты ашып жауып дастархан жасап жүргенде бір-екі рет көмектесейін деп ұмсынып қойған. Өзім деген бұған бұрын үй жұмысын басымды ала қашушы едім. Қызық, қазір соны да сағынатын болыппын деп күле сөйледі. Ал енді дұрыстап танысайық құтқарушым, деді ол дастархан жайғасқан соң қолын Жәмилаға созып. Бақтияр Жетпісбаев, полиция полковнигімін. Жәмила, дәрігер екенімді білесіз ғой. Бақтиярдың ашық жарқын мінезді адам екендігін байқалды. Өзіне қатысты сөз болғанда қалжың қосып, кейде өзім мазақта отырғандай сөйлейтінде қызық көрінді. Сонау оқиға болатын күнді де солай түсіндірді. Өзі сияқты салт басты басау қамшылары жиналып, Ақмоланың суығына қорғану үшін бой жылтатындарын, дүкеннен көзге түскен нәрселерді алып, апыл-ғұпыл жей салатындарын күле отырып әңгімеледі. Отбасымен тұратындар ыстық сорпа ішіп жылынса, ал біз амал жоқ, аққанмен жылынуға мәжбүрміз. Аяғы сол өзіңіз көргендей жайларға апарып соғып жатады. Сіздің не жолдасыңыз бар шығар, неге ертіп әкелмедіңіз? Сұрауын сұрағанмен қысылып қалды. Қонақ терезеге қарап отыр. Келген бірақ кетіп қалды, дедім. Мына жақта ауа райына жатақханадағы тұрмысқа үйрене алмай қайтайық деп мені біраз үгіттеді. Шыны керек, жұмысты тастап кетуге бірге келген әріптестерден ұялдым. Әрі қиындыққа шыдамай бәріміз қашатын болсақ, кім болғанымыз деген ой да маза бермеді. Не керек, қайтпайтынды білген соң жалғыз өзі Алматыға кете барды. Сізше қайдан келдіңіз? Кешіріңіз, бөлменізге қарасам, ер адам тұрмайтын сияқты. Тұрмайды, әлі орын табады деген ертегіне сеніп қалған отырған қыз боламыз. Өзіне қанша рет қойылып, әбден мез қылған сұрақтың тағы да алдынан шыққанын ызасы келіп, әрі қарай шиырға сөйледі. Тіпті сіздікіндей кете баратын адамда біздің маңдайымызға жазылмапты. Осы кезге дейін налитын ем, енді қарасам қиындыққа шыдамай жарты жолды тастап кететін адаммен тұрғанша. Қонағының қабағы тұнжырап кеткенін байқап, Жәмила кілт тоқтады. Ой, кешіріңіз, сіздің көңіліңізге тиіп кетті-ау сөзім. Кейде осылай ойлаймай айта салатыным бар. Кешіріңіз. Әскерде қызмет еткен жоқсыз ба? Мерген екенсіз. Бақтияр ренжігенімді көрсетіп күлімсіреп қойды. Сөзіңіз рас, несіне ренжимін? Сәл үнсіздіктен кейін әлдене айтқысы келгендей, жігіт Жәмилаға көзінің астымен қарап қойды. Айтсам ба, айтпасам ба деп отырған сияқты. Ақыра үй иесіне салмақпен қарап. Сіз басқаша ойлап қалмаңыз, деді тамағын кенеп. Мен бір қызық жайды байқадым. Отырған қыз дегеніңізге байланысты мектептерде, ауруханаларда осындай қыздар көп екен. Анау мемлекеттік қызметші, шеттерінен білімді, көрікті, істеріне мығым қыздар. Меніңше солар оқимын, жетілемін деп жүріп отырып қалатын сияқты. Біраз зерттеген сияқтысыз ғой біздерді. Жәмила сыңғырлай күлді, бірақ өзі әбден запы болған тақырыптың әрі қарай дамытуға құлқы жоқ екенін білдіріп, әңгіме арасына тез бұрып жіберді. Тіпті сөзін қонағына қалай әсер ететінін ойлап та үлгермей, әлгінде ғана тілін тістеп қалатынын да естен шығарып, оқыс сұрақ қойды. Сіз неге полицей болдыңыз? Бақтияр басын шайқап күлді, сосын бұған тұра қарап. Жақсы көрген соң, деді. Милиция мен дейтін сол көзқарас, соның атауы өзгерген кезде өзгермеген қоғамда өскен. Жәмиланың өз жауабына сенбегенін көріп, Бақтияр бір әңгіме айтты. Жалқау жартып оқымаған бір туыс інісіне қазіргі кезде білімсіз, кәсіпсіз күн көрудің қиындығы туралы миына біраз нәрсені құйдым ғой деп ойлап, сонда сен қалай өмір сүрмексің деп ұрса, қойшы, тіпті болмаса да милициялыққа барам деген екен.
Өкінішке қарай қоғамымыздағы біздің мамандыққа деген көзқарас осындай. Ал мен бала кезде мақсат қойып, әскерден соң ішкі істер бөліміне бардым. Арнайы білім алдым, академияны бітірдім. Әлі де өсіп жетілу үшін бар күшімді салам. Кішкентай шеннен бастадым. Генерал болмай қоймаймын деп сөзін күле аяқтады. Тағы бір-екі кесе шай ішілген соң, ертең жұмыс, сіз демалыңыз, деді Бақтияр орнынан тұрып. Сыбайы қоштасып шығып кеткен қонағының күлдіріп, әңгімелерін есіне қайта түсіріп, жақсы көңіл күймен төсегіне жатқан Жәмилә өз ойларына жымия жатып, ұйықтап кетті. Ертесінен түске дейін әлденені алаңдап жүрді. Сосын шұғыл шақыртумен учаскелерде жүрек талмасынан есепте тұратын кісіге барып, жедел жәрдем көрсетіп, басқа да жүрістерге көбейіп кеткенде, көңіліндегі алаңнан да арылып, бұрынғы қалпына түсті. Кешқұрым жатақханасына келгенде қатты шаршағанын байқады. Тамақ жасауға құлқы болмай, тіпті шай құйып ішуге де зауқы соқпай, бір кесе айран ішті де жатып қалды. Таңертеңгі лездемеден келгенде кабинеттегі телефоны безілдеп жатыр екен. Медбикке кешігіп келем деген есіне түсіп, кардиологта тыңдап тұр, деді, тұтқаны ала салып. Сіздің қабылдауыңызға кірейін деп едім, деді ер адам. 56-03-10 нөміріне тіркеу бөліміне хабарласасыз. Қабылдауға келетін адамдарды кезекке солар қояды, деді де тұтқаны қоя салды. Телефон тағы шырылдады. Күні бойы осылай. Медбике болмаған кезде телефон қоңырауына жауап берем деп қабылдауда отырған адамдардың реніште қалатыны бар. Бірақ алмауға тағы болмайды. Әр жағында адамда қатты сырқаттанып жатуы мүмкін ғой. Кардиолог тыңдап тұр. Жәмилә Бақтиярдың дауысын таныды. Мұның алдында қоңыраулатқан адамның да сол екенін енді ғана түсініп, күліп жіберді. Ой, Бақтияр, сіз екенсіз ғой. Бүгін медбикем жоқ. Әбігерге жүріп, даусыңызды танымаппын. Онда керегі болмаймын. Кедергі болмаймын. Сізді кешкі киноға шақырғым келген. Жәмилә сасып қалды. Сосын, жарайды, жұмыс аяғында қарай хабарласасыз. Шұғыл шақырулар түсіп қалмаса, деді. Араларындағы сыйластықтың тереңдеп бара жатқанын Жәмилә да Бақтияр да түсінді. Бірақ екеуі де әңгімені қалай бастарын білмей жүрген. Түсінушілері кездейсоқ жағдай. Жәмилә өзін бір айлық тағылымдамаға жіберілген жатқан айтқанда, Бақтиярдың жұлып алғандай мен қайтем деген себепші болды. Жәмилә күліп жіберген. Бақтиярдың жас баладай шошынған түрі сондай күлкілі әрі аянышты еді. Шындығында осы тағылымда туралы естігенде кардиологияда күн сайын болып жатқан жаңалықтардан хабардар болу керектігін түсіне тұра өзі де іште Бақтиярды қимай, бас дәрігерге барып, басқа маманды жіберсеңіз қайтеді деп қипақтаған. Бірақ бастығы дәрігердің тағылымдамадан өтіп тұру керектігін айтты. Көнбей қойды. Міне енді амалсыздан жолға жиналып жатыр. Үлкен жол сөмкесін ашып қойып, енжар қимылдап, киімдерін жинап отырған Бақтияр келді. Вокзалға өзім апарып салам деген. Есікті ашып соститып тұрып қалған. Бұның иығынан құшақтап өзіне қарай тартты да. Сен ешқайда бармайтын болдың, деді құлағына сыбырлап. Мен келістім. Қалай? Кіммен? Бізде медициналық торап ашылған болатын. Соған меңгеруші боласын, ертеңнен бастап. Бұрын басқа қызметкерге шақырғанда, мен кардиологпын ғой деп бас тартатын Жәмилә бұл жолы қуанғаны сондай жігітті құшақтай алды. Қызды аймала сүйген Бақтияр оны көтерген қалпы төрге озды. Тұла бойы майда ерген Жәмилә оның сыбырлаған сөздерінің бірін естіп, бірін естімесе де, батыл қимылдарына еш қарсылық білдірмей ыңғайына икемделе берді. Бар дүниені осы уақытқа дейін шеңберлене шығармаған ұстанымында қызметті де басқа жайларды да ұмытты. Лықсып келіп жатқан ыстық толқындардан жан дүниесі рахат күйіп кешіп, мына өмірде мүлде қашықтап кеткен оның бойына осы сәттің таусылмауынан басқаша ешқандай тілек жоқ еді. 2-3 күннен кейін Бақтияр жалдамалы пәтерден
жалықтым деп мұның бөлмесіне көшіп алды. Екеуінің бір-бірінсіз ашпайтын, таңертең сүйісіп оянып, кешке қуана қауышатын ертегі өмірлері солай басталды. Отырған қыз, енді осылай екеулеп отырамыз ба? Бір жаққа шығайық та, деді бірде Бақтияр еркелете сөйлеп. Жүр, киноға барайық. Жәмилә салса киноға да, театрға да бармай, ұядай ғана бөлмесіне екеуінің құшақтасып отырғанын артық бақыт жоқ. Әрі жұрт көзіне түсуден де қымсынады. Бақтияр сонысынан байқаған болу керек. Әдейі істегенде біресе әлде бір достарын үйіне қонаққа ертіп апарса, бірде серуенге алып шығып жүрді. Қай жерде де өзін еркін ұстайды. Өздерінің шын бақытты жандар екендіктерін паш еткісі келгендей, жайраң қағып, жарқылдай күліп, жұрт назарына өзіне бірден аударады. Қайда барса да қол ұстасып жүретіндерін Жәмилә да ұнатады. Сондықтан қарсыласпайтын болды. Ал серуендер кезінде әңгімелер екеуінің жақындата түсіп, бірін-бірі тереңірек тани бастады. Бақтияр үйленгеніне айтарлықтай уақыт өтсе де балалар жоқ екен айтты бірде. Бастапқыда жас болдық, баланы керек екені жоқ бізді, деді Жәмиләға бейтаныс қалыппен үгіле сөйлеп. Келе-келе әлдененің жетіспейтіндей алаңдай бастадық. Сөйтсек ол бала екен. Салып ұрып дәрігерлерге бардық, одан қалды түрлі емшілерге қаралдық. Бәрі дұрыс, күтіңдер деді. Содан күтудеміз. Бұдан кейін екеуі де тақырыпқа барған жоқ. Тек бірде ғана Бақтияр бала тақырыбының өз жанына қаншалықты бататын байқатқан. Жәмилә өз перзентханаға жеткізген әйелді тағы да қыз тудың деп күйеуі үйіне шығарып алудан бас тартқан айтып келгенде, ақымақ бір балаға зар адамдардың бар екенін білмейді ғой дегенде дауысы дір-дір етіп, сосын кілт тұрып, ештеңе деместен үйден шығып кетті. Жәмилә бұл кетістің немен аяқталғанын арада бірнеше күн өткенде бірақ білді. Бақтияр сол бойы перзентхананың басшылығына әйелінің мекенжайын сұрап біліп, үйіне іздеп барыпты. Күйініштен арақ ішіп жатқан күйеуінің басына суық суды ақтара салып, қызметтік машинасымен перзентхана алып барыпты. Ең қызығы, әйел балана ие болмасан маған өкпелеме деп шегелеп сыртынан учаскелік полицей тексеріп тұрады деп қорқытып кеткен ғой. Енді анау байғұстың бала жатқан арбаны әрі-бері сүйретіп, полиция бөлімшесінің алдына шықпайтын туралы әңгіме емханаға жетіп, әріптесті бар оқиғаны бұған рахаттана күліп отырып айтып берген. Оны тыңдап отырып, Жәмилә бала үшін оқыс әрекеттер жасаған Бақтиярға бір жағынан сүйсінсе, екінші жағынан жүрегі сыздап, жаны ашып кеткенді. Содан бері бала тусам ғой, сәбилі болсақ қой деген ой қайта-қайта жылт ете қалып жүрді. Ақыры оңаша жаратушы жалбарына сұрайтын тілегі болып, жүрегінің түбіне орнығып алған, жастықтың басы тигенде таңертең оянғанды, жолда келе жатып та іштей жасаған Аллам сәби сүйгізе көр деп қайталаумен болатын. Соның әсері де болар. Таяуда бір қызық түс көрдім. Марқұм әкесі, мен болсам қасында жоқпын, мынау қаруым болсын деп қолына балға ұстатып кетті. Дегенде Жәмилә әкесінің түсіне кіргені қуанды. Жеті нан пісіріп жұмысқа ала барайын деп ойлаған. Кенет әлде бір ой келіп, пальтосының иығына іле салып, дәріханаға тұра жүгірді. Жүкіліктің айқындайтын сынамаға ап-айқын екі жолақты көргенде жүрегі атқақтап бір отырды, бір тұрды. Телефонын әлденеше рет тере беріп, өзіне тоқтау салды. Қой, әдемілеп дастархан жайып, кешке салтанат түрде хабарлайын деп шешті ақыры. Кешке Бақтияр әйелін Астанаға оралатын болғанын айтып келді. Сірә күйеуінің басқа біреумен тұрып жатқанын естіген болу керек. Астарлы сұрақтар қойып, сыр суытпағанына қарап солай ойладым деді. Бірақ ешқандай шу шығармай бұдан былай бірге тұратын ғана айтыпты. Әдетте бізде күйеуінің сезікті жүрісін байқаған әйелдер бірден басшыларға хабарласады. Сосын қызметтен кеттім дей бер.
дейді әйелін олай етпегені риза болғандай. Бұған тап қазір алдында ата-анасының ұят мені ұлымдай көреді, әйтпесе ажырасып кетер едім. Алыстап кеттік, арамызда жалғап тұрған бала да жоқ деп сөйлейтін және жүрдім бардым емес, өзінің ішкі дүниесін үңілгендей болып, нық сеніммен айтатын адам емес, бөтен біреу отырғандай көрінді. Бұрынғы сеніммен жұрнақта қалмағандай, сөздерін тыңдап отырғанда бала емес, қызмет орны құндырақ сияқты ма деген ой қылаң берген. Жаңалығын айтып сылқ етіп отыра кеткен Бақтияр одан кейін тыс жармады. Жәмиләді ішкі ойымен арпалысып, біресе өзінің оған некелі әйел емес екенін еске түсіп, өксіп, біресе сезім жетегіне еріп, осындай жайға тап болғанына күйініп, ләм деп ашпады. Жүктілігіні айту қаншалықты орынды еді. Еркінен тыс ештеңе болған жоқ, қандай кінә артпақ, үйіп төгіп уәде берген жоқ, қандай талап қоймақ. Бір сәтте мың сан ойлап келіп, ақыл мен сезім дай болып шарпысты. Ақыры жүректің дегенімен жығылды. Әлсіз жерін ұстағандай болмайын. Бір рет келер, содан жүкті екенімді айтайын. Жаныма шуақ сыйлаған жан өзін еш еркектен қорық санамассың деп ойлады. Жалпы Жәмилә тырнақтап өткен өмірі туралы сұрап, Бақтиярдың мазасын алған емес. Осы өміріне кешігіп жүрген әйелдік бақытына ризатын. Екі адамды бір-біріне жіпсіз байлап, ынтықтырып қойған сезімнің алапат күші мен айналасын жарқыратып, мың бояулы ертіп түрлендірген сиқырына таң-тамаша қалды. Соған елтіп, сол сезімнің жетегіне ерді. Не істесе де ыңылдап әндетіп жүретін жұмысына деген ықыласы да бұрынғыдан да арта түскенде, сыралғы әріптесі бірде. Бір жақсылық бар-ау, соңғы кезде гүл-гүл жайнап жүрсін деп күле қараған. Я, жақсылықтың болғаны рас еді, оған себепші болған әшейін ғана дәрігерлік парызын өтеуінің арқасы екендігіне өзі де сенбейді кейде. Көмегіне мұқтаж адамға жедел жәрдем беруі айналып келіп, жан дүниесін нұрға бөленген сезім сыйлайды деп ойлап па. Басынан кенет келген бақыт үшін тағдырының күнге шексіз ризашылығын білдіріп, Бақтияр екеуінің ертеңгісіне ұқсас өмірі де шексіз болады деп ойлайтын. Енді міне, қонақ келді ме деді. Дастарханның молына жайылған енді ғана назар аударған Бақтияр. Жәмилә жас толы жанарын аударып әкетті, басын шайқады. Таңертең Бақтияр үйден үлкен қара шамаданын сүйрей шықты. Ежіреген сезімге толы күндерді бастан кешкен екі жанның бір ғимараттың ішінде бөтен адамдар болып жүруіне өткен азап жоқ екен. Жәмилә қатты қиналды. Әлдекімдердің сыбырласып, көзбен ұзатып салып жүргендерін де жөн арқасымен сезді. Түрлі сылтау тауып, кабинетінен келетіндер, білмегенсіп, Бақтияр мен әйелі туралы әңгіме айтатындар табылды. Жәмилә оңаша жылап жүрсе, тістеніп шыдап бақты. Шыны керек, алғашқы кездері Бақтиярды қайтып келер деп ойлаған. Олай болмады. Бір-екі ретте кабинетіне келіп әлденені айтуға тырысқан рас, бірақ өкпесі қайтпаған Жәмиләның науқастардың көптігін сылтауратып сөйлеспей қойды. Тағы біршама уақыт өткенде телефон соққан. Мұның жағдайы түсінігі келмейтініне өкпелеп біраз сөйледі. Өткен күндері ішінде не бір ой кешіп, арпалысқан сезімнің ауыздақтап жүрген Жәмилә одан әлде бір деме боларлық сөз күтіп, елендеп қалды. Сол дәмем көңілмен біраз құлақ түрген. Бақтиярдың әңгімесін түсінбедім деген әуенмен шиырлай берген соң тұтқаны қоя салды. Бітті, ештеңе күтпе, тоқта, деді өзіне. Бірақ сезім ақылға көнбейді екен. Екеуі ара тәтті сезімге толы күндердің аңсап, талай таңды көзімен аттырды. Қаумалаған сансыз сұраққа жауап таба алмаған соң бір жол нұсқар мекен. Ақын жазушылардың кітаптарын ақтарды. Солардың бірінен тура өз жайын суреттегендей өлең тауып алып, қайта-қайта оқитын. Мұндай кезде ұйқы қайдан келмекші? Сезіммен айырдың-ау,
Әй жаным, көңілімде дауыл тұрып, сен көшті, тірі қалу, қалмауым да беймәлім. Елестерге бір елтіп, бір жылап, жатқан кезде ұйқы қайда келмекші. Әлде некелі жарқасында ұйықтай алмай жатырсың ба, дөңбекші. Жұмысқа құр сүлдері барады, үйіне келіп төсегіне құлай кетеді. Еш нәрсеге құлқысы жоқ, басы ауырады, жүрегі сыздайды. Бір күні іші ауырды, төменгі жағы тартып ауырғанда қанша дегенмен дәрігер емес пе, санасына бір ой шаншып өтті. Түсіп қалар ма екен? Найзағайдай жарқ еткен сол ой есін жиғызды. Жасым болса енді бірер жылда 40-қа келеді. Осы кезге дейін соқа басын сопайтып жүргенде енді тұрмыс құрып, бала сүюді деген не ғайбыл, деді ойы. Бірден бұл баладан айырылсам, енді көтере алам ба? Қазіргі бедеулік пен белсіздік белең алған заманда деп өзі күнде көріп жүрген бір қара тырнаққа зар әйелдерді еске алды. Содан кейін жоқ, баланы қалайда сақтауым керек деп берік шешімге келіп орнынан тұрды. Етегіне тартылған ойы, ұят-ай, ізінен ерген сіңлілеріне ақыл айтушы еді. Өзінің болсан деп ызыңдады тағы. Бастапқыда емес, берік шешімге келген Жәмила бұл ойын елең-құлаң қылған жоқ. Бұл бір-бірін жақсы көрген екі адамның шынайы сезімінен пайда болған ба? Жұрт эко жасатып та бала туа алмай жүр. Ендеше тағдырым маған ерекше сый жасаған болар деп неше күннен бері алғаш рет өзін жақсы сезініп, үйден басын асқақ көтеріп шықты. Жұмыс орнына жақындағанда анадайдай кетіп бара жатқан Бақтиярын сыртынан көріп қалды. Жүрегі артынан жүгіре жөнелгендей болса да, өзін зорлап жүрісін баяулатты. Себебі соңғы кездері оның бұған қыр көрсеткендей болып, әйелімен көп қыдыратыны ойға оралды. Алғашында онша мән берген жоқтын. Некелі әйелін қыдыртқанда тұрған не бар? Бірақ олардың күн суытпай қолтықтасып қыдыратыны, ұжымдағы басқосуларда әйелін құшағына шығармай қайта-қайта билейтін жүйкесіне тие бастады. Жаңа жыл кешінде әйелін жетелеп кіріп келе жатқанын көргенде дем жетпей алқынды да қалды. Корпоратив кешке ертіп әкелмей-ақ қойса қайтеді екен деп қаны басына шапшыды. Көп замай оның полковник шеніне ие болған естіді. Дұрыс болған екен деген айтып келген әріптесінің жай бірақ қат, ол бұған көзін алмай дауысын бәсеңдете сөйледі. Шолпанқұлов екеуін ұсынған екен, ол өтпей қалып Бақтиярға неше түрлі сөз айтыпты. Ол кісі де қызық екен. Бақтиярдың қолында не тұр? Бұл жоғарғы жақта шешілетін мәселе ғой. Дұрыс айтасың, Бақтиярдың қайнатасы сол жақта жоғарғы лауазымды қызметте көрінеді. Былтыр алуға тиіс екен, әйелімен келіспей жүрген соң кідірткен деді біреулер. Соңғы сөз жүрегін осып жібергендей болды. Міне мәселе қайда жатар? Сонда әйелімен көлбеңдеп жүрудің, қолтықтасып жұрт көзіне түсуінің астарында бұл қыр көрсетуге емес, басқа есеп бар екен ғой. Құлағында алғашқы күні кездесуде Бақтиярдың өсу үшін бар күшімді салам, генерал болмай қоймаймын деген сөзі жаңғырға қайталанды. Көзінің алды тұмандатып кетті. Алқынған демін басайын деп асыға киініп сыртқа шықты. Анадайда бір топ адамның ортасында күле сөйлеп тұрған Бақтиярдың ту сыртынан көргенде жүрісінен жаңылып, аяғы тұсауланғандай кібіртеді де қалды. Бір адамның даурыға сөйлеп, су жана полковник құттықтаймын дегенін ап-анық естіді. Екінші одан қалысқысы келмегені тіпті қаттырақ дауыстап, мәләдес, отбасындаман, көңілдес де бар, шенінде алдық, екі жеп биге шықтың деді. Ха, қатардың осы сенін де білмейтін биттің астында деді Бақтияр да қарқылдай күліп. Бәрі ду күлді. Сол кезде Бақтиярға қарсы тұрған әріптесі
ымдап именнің арт жағында нұсқаған. Бұрылып қараған Бақтияр шығар есікке беттеп бара жатқан Жәмиланы көріп, өз сөзіне өзі буынып қалғандай тынысып тарылып кетті. Естіді ме екен? Тұрғандар бір-біріне жалтақтасып әңгімелерін тия қойды. Сол сәтте Бақтияр табалдырықтан әрі аттаған Жәмиланы мұны буырқанған өзеннің бергі жағасынан тастап, өзі әрі қарай өтіп бара жатқандай елестеп кетті. Ышқынып кіреберіске есікке қарай тұра ұмтылған Тотқа қолы тигенде әлдекім жолын кескестеді. Полковник Шолпанқұлов екен. Орамалы ағарандап кетіп бара жатқан Жәмиланы ол да көріп бұған. Жұлдызының құны тым қымбатқа түспесін де, өмір кімнің ұтып, кімнің ұтылғанын көрсетеді әлі, деді тістене. Көп ұзамай Жәмила бұрынғы емханасына ауысып кетті. Бақтияр оны іздеп барғысы келіп сан оқталған. Аяқ астынан бір шаруалар киіп кетіп, кейінге шегерлей берді. Шаруа жоқ кезінде де бара алмады. Тәуекел жетпеді. Өйткені күндерді еске алған сайын ертегідей болған шуақты күндердің енді қайта оралмайтынын түсініп, өзегі өртенді. Иә, жаңа атағын жуу кезінде айтылған мақтауларда біраз марқайтып, көңілі әжептер көтерілгені рас. Өздерінде жас кезінен келген саланың дәрежелі маманы болу үлкен мәртебе еді. Шын қуанды. Бірақ бірте-бірте мақтау сөздер тасып төгілген бас қосулардан жалығайын деді. Біреулердің айтқанын жағыну, кейбіреулерінен көлгілсіру байқалған соң ба, отырыстарды күрт тыйды, жиын тойға баруды да доғарды. Тіпті себебі ол да емес болатын. Себебі өз бойынан бір өзгерісті байқағаны, бір түрлі сүлейсоқ, бұрынғыдай ұсақ түйектей болсын, бір жақсылық жасауға ұмтылмайтын болғаны. Бұлттан арылмайтын сұрғылт аспанның, қаланың азынаған желінен, әйелінің папам тұрғанда деп басталатын сөздерінен де жалыққан сияқты. Ішкі жан дүниесі күңгірлеп бос қалғандай күй кешті. Ойынан Жәмила кетпейтін, түсінде де көріп, сөйлесейін десе тіл күрмеліп, әлдене рет қиналып оянды. Бірақ баруға жүрегі дауаламай-ақ қойды. Не дейді, қалай ақталады? Арада өткен 6 жылдай сарғайды, сағынды. Сөйтіп жүргенде оны ойда жоқта кездестірді. Әйел екеуі театрға барған, киімдерін алайын деп тұрғанда, анадайда Жәмиланың бір әйелмен сөйлесіп тұрғанын көрді. Бұрын қысқа киініп қиып қоятын шашын өстіріп, иығына төгілдіре бос қоя беріпті. Жүзі дөңгеленіп, маңдайы жарқырап, әдемленіп кеткендей. Үстінде көзге таныс ақшыл түсті жеңіл пальтосы түймелетті. Мойнына орай салған жұқа шарфтың астына томиып тұрған, ішін көріп тұрған орында қатада қалды. Іші ұлып қоя берді.